Ертеде тау бөктерінде ана құс пен оның кішкентай балапаны өмір сүріпті. Ана құс ақылды, мейірімді, қамқор екен. Ал балапан кішкентай болғандықтан анасына қатты тәуелді. Олар бірге ұя салып өздеріне азық тауып еркін өмір сүріпті. Бір күні балапан аспанда қалықтап ұшып жүрген басқа құстарға қарап, «Анашым, мен қашан солар сияқты биікке ұшамын? Қашан өзімді еркін сезінемін?» депті. Ана құс күлімдіреп, «Әр нәрсенің өзінің уақыты бар, балам. Ұшуды үйрену үшін сенің батылдық пен шыдамдылығың керек» депті. Балапан асығып, «Мен дайынмын, қане ұшуды үйренейікші, анашым» депті. Ана құс оған қарап, «Жарайды, ендеше бүгіннен бастап жаттығуды бастаймыз, бірақ есіңде болсын, шыдамдылық» депті. Ана құс балапанға қанаттарын қалай сермеуді, әуеде тепе-теңдік сақтауды үйретіпті. Бірақ балапан қанша тырысса да ұзақ ұша алмайды. Ол бірнеше рет жерге құлап түсіп ренжіп жылап жіберіпті. «Анашым, мен ешқашан ұша алмаймын» деп жылапты. Ана құс балапанның қасына келіп, оның құшағына алып, «Балам, сен қателік жасаудан қорықпа. Қателіктер үйренудің ең жақсы жолы. Мен саған әрдайым қолдау көрсетемін» депті. Бірнеше күн өткен соң балапан батылданып тағы бір рет ұшуға тырысыпты. Ол қанаттарын кең жайып, жоғары көтеріледі. Бірақ бұл жолы ол анасының үйреткендерін еске алып, бар күшімен ұшуға талпынады. Ақырында ол көкте қалықтап еркін ұшып жүреді. Ана құс аспанға қарап, «Көрдің бе, балам? Сенің қанаттарың күшті, ал жүрегің батыл. Енді сен өз арман жолыңды таба аласың» деп мақтанышпен айтыпты. Балапан болса, «Анашым, сен болмасаң, мен мұны ешқашан үйрене алмас едім. Сен менің үлкен тірегімсің» депті. Сол күннен бастап балапан өз бетінше ұша алатын болыпты, бірақ анасына деген сүйіспеншілігі одан сайын артыпты. Ол әрқашан анасының жанында болып, оған қамқорлық жасауды ұмытпапты. Ана мен баланың сүйіспеншілігі мен сенімі ешқашан үзілмейтін жіптей мықты болыпты.